Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін өте дәмді, қамыры жұп-жұмсақ болып шығатын пицца дайындаймын. Ешқандай кетчуп, майонезсіз өзінің оригинал соусымен дайындаймыз. Бір қамырдан бірден екі түрлі пицца пісіреміз. Видеоны соңына дейін көріңіз. Ең алдымен жылы суға ашытқы, қант салып, жақсылап араластырып, бетін жауып 5 минутқа қалдырамыз. 5 минуттан соң ұнға құямыз. Яғни кішкене көпіре бастаған ашытқымызды құямыз. Содан соң зәйтүн майын, тұз салып жақсылап араластырамыз. Қолымызбен илейміз. Яғни бізде жұп-жұмсақ қамыр болып шығады. Әр ұнның тығыздығы әртүрлі болғандықтан, кейде қамырымыз тығыздау болуы мүмкін, ол қалыпты жағдай. Енді осылай салфанға салып, ыдысымызға салып, жарты сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Жарты сағаттан соң, біздің қамырымыз кішкене көтеріле бастаған. Енді алып, теңдей етіп, екі бөлікке бөліп аламыз. Яғни бізде екі пицца болады. Көз мөлшермен немесе таразымен бөлсеңіз болады. Содан соң жақсылап илеп, екі қамырды қайтадан ыдысымызға салып қоямыз. Кішкене ғана үстілеріне зәйтүн майын құйып, барлық жағына жағып шығамыз. Яғни бұл одан сайын жұмсарып, жақсы көтерілуіне өз септігін тигізеді. Салфанымызбен жауып, ортасы жабысып қалмау үшін шанышқыны қойып қоямыз. Бетін жауып, тағы да жарты сағатқа қалдырамыз. Енді біз оригинал соусын дайындауға кірісеміз. Қызанақтың үстіне қайнап тұрған су құйып, бетін жауып 5 минутқа қалдырамыз. 5 минуттан соң осылай қабықтар оңай алынады. Қабықтарын ашып аламыз. Содан соң ыдысымызға салып, осылай езіп шығамыз. Блендермен езіп алдым. Блендер болмаса, шанышқымен езсе де болады. Содан соң екі тіс сарымсағымызды үккіштен өткізіп аламыз. Табамызға сұйық май құйып, сарымсақты салып қуырамыз. Астындағы от ең төменгі баяу отта тұруы қажет. 30 секундтай қуырып аламыз. Содан соң орегано дәмдеу үшін салып, араластырып қуырамыз. Араластырып отыруымыз қажет, себебі күйіп кетуі мүмкін. 30 секундтай қуырамыз. Содан соң езіп дайындап қойған қызанақтарымызды құямыз. Барлығын жақсылап араластырып, 1 минуттай баяу отта ұстаймыз. Содан соң тәтті паприкамызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Енді тұзымызды салып, барлығын жақсылап араластырып, 1 минуттай баяу отта ұстаймыз. Міне біздің соусымыз дайын болды. Қызанақ пен колбасамызды осылай дөңгелек жіңішке етіп турап аламыз. Ірімшікті үккіштен өткізіп дайындап қоямыз. Содан соң жарты сағаттан соң осылай бір қамырымызды алып, одан сайын жұмсақ, жақсы көтерілген, кішкене ғана ұн сеуіп, қолымызбен жайып аламыз. Қолымызбен немесе оқтаудың көмегімен жайсақ та болады. Қамырды жұқалау етіп жайып аламыз. Яғни құрамында ашытқы болғандықтан пісу барысында кішкене көтерілетін болады. Енді пештің противніне саламыз. Пешті 280 градусқа қыздырып қоямыз. 3-4 ас қасықтан біз соусымызды құйып, барлығын жағып шығамыз. Міндетті түрде ысып тұрған пешке салуымыз қажет. Енді ірімшіктерімізді осылай барлық жағына бірдей етіп салып аламыз. Колбасаларымызды осылай қойып шығамыз. 280 градуста 7-8 минут қана пісіреміз. Менде 8 минут піседі. Әркімнің духовкасы әртүрлі. Ары кетсе 10 минуттан артық ұстамаңыздар. Себебі ірімшік күйіп, қамыр қатты болып қалады. Міне біздің 8 минутта піскен пепперони пиццамыз дайын болды. Толығымен піседі 7-8 минутта, өйткені қамыры өте жұқа болғандықтан және жоғарғы температурада пісіреміз. Сондықтан барлығы толығымен пісетін болады. Енді біз екінші пиццамызды дайындаймыз. Дәл сол секілді кішкене ұн сеуіп, қолымызбен немесе оқтаумен
жұқа етіп жайып аламыз. Пиццамыздың шеті кішкене қалыңдау болып тұру үшін осылай қайырып өріп шығамыз. Содан соң астына қаратып біз пештің противіне салып аламыз. Дәл солай етіп соусымызды құйып барлық жағына шығамыз. Содан соң ірімшігімізді саламыз. Және де дөңгелек етіп турап алған қызанақтарымызды саламыз. 280 градуста дәл солай 7-8 минут пісіріп аламыз. Міне біздің маргарита пиццамыз дайын болды. Барлық құрамын мөлшері мен осы видеоның астына описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Осы рецептпен жасап көріңіз, сізге ұнайтынына сенімдімін. Әсіресе кішкентай балалар жақсы көреді. Балапандарыңызға жасап беріп қуантыңыздар. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Ұлмекен. Сау болыңыздар.